Мен Түркістан облысы Арыс ауданы Бейсен Оңтаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Амантаева Зульфия Шалхарованамын. Мен бүгінгі сабағымды қазақ әдебиеті пәні бойынша 5-ші А сыныптарымен Ахмет Байтұрсынұлы егіннің бастары мысалы туралы сабағымды көрсетемін. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты көркем шығармаға кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Олай болса, балалар үйге Ахмет Байтұрсынұлы туралы мағлұматтар біліп келуге, және де мысалдың желісімен сурет салуға, эссе жазып беруге және мақал мәтелдер жазып беруге берген болатын. Не балалар? Ал Ахмет Байтұрсынұлы кім екен мұғалімдер жауап берейік? Ахмет Байтұрсынұлы Қостанай облысы 1873 жылы 5-ші қыркүйекте дүниеге келген. Қостанай облысында дүниеге келген. Енді Ахмет Байтұрсынұлы кім? Аудармашы, ғалым, мысалшы, ағартушы, әліппенің авторы. Жақсы. Мінекей сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы қоғам қайраткері, ең алғаш біздің ұлы ұстазымыз балалар. Биыл біз Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын бүткіл көлемде, жаңағы Қазақстан көлемінде
Болған топ енді береміз. Жарай ма? Бірінші топ болып па? Екінші топта өз белгілерін беріп жатыр, ал бірінші топ келе ойында. Бұл бидай тәкаппар болғандықтан көкке қарап тұрмыз. Бұл бидай көкке қарап өзін ешкімге менсінбейді. Және де бұл бидай шекірейіп, және де көкке қарап тұр. Тағы да бар ма еді? Жетістік? Жалғыз өзі көкке қарап тұр. Жалғыз өзі көкке қарап тұр, шекірейіп тұр. Көкке қарап тұр. Жақсы, отыра ойында. Біздің етістіктеріміз сиынып тұр, Тәңірге тағзым етіп тұр, төменге иіліп тұр және төменге қарап тұр. Иіліп тұр, төменге қарап тұр, сиынып тұр. Қандай бидай екен енді балалар? Сабағы тола бидай. Сабағы тола болғандықтан ол өз Алласына сиынып тұрады екен, әрқашан. Жақсы, отыра ойында балалар. Жақсы, тапсырманы жақсы орындап шықтық балалар. Енді бері қараймыз балалар. Сұрақтарға жауап береміз. Неліктен баланың көзі жалғыз бидайға түсті деп ойлайсыздар балалар? Дариға жауап бере ғой. Басқа бидайлар бәрі жерге қарап, Аллаға тағзым етіп тұр. Ал ол өзі жалғыз өзі көкірегіп тұр. Жақсы, Ол жалғыз бидай қандай бидай еді балалар? Кәдімгі жалғыз бидай қандай бидай еді? Бидай тәкаппар бидай. Тәкаппар бидай, Мысалда қандай теріс, мінез, қасиет сынға алынған кәдімгі ойландық па балалар? Қандай қасиет, қандай мінез сынға алынған еді? Бұл мысалда тәкаппарлық және де менсінбеу қасиеттері алынған. Қандай теріс мінездер бар сонымен қатар? Теріс мінездер, қандай қасиеттер сынға алынып тұр сонымен қатар? Тәкаппарлық, өзімшілдік, Көкірегін көтеру, Яғни біз осылай көкірегіміз көтеріп, кекірейіп жүрсек дұрыс па бізге? Қалай ойлайсыңдар? Қандай болған дұрыс балалар? Қандай болған дұрыс? Жауап бере ғой. ақпейіл, мейірімді, тәкаппар болу. Адал, еңбекқор болуымыз керек, балалар, Мысалы, мазмұны бізді қандай болуға үйретеді? Қандай болуға үйретеді? Жауап бере ғой. Мейірімді, еңбекқор, тәкаппарлық емеске үйретеді. Тәкаппар болмауға үйретеді. Кәдімгі тағы да Дариға айта ғой. Кең пейіл болу керек екен, Жақсы. Осындай жаңағы көкірегін керіп тұрған бидай сияқты адамдар өмірде кездеседі ме дейді? Аружан айта. Әрқайдан адал, мейірімді бір адам болады және оның қасында көкірегін керетін, өзімшіл адам болады. Жақсы. Яғни осындай адамдар болады. Осы біздің сыныбымызда көкірегін керіп жүретін, ешкімді менсінбейтін оқушылар бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ, біздің сыныбымызда ондай оқушы жоқ екен. Олай болса бұл шығарманы оқи отырып өзіңізге нені түйдік балалар? Қандай болуымыз керек екен? Әрқашанда шыңғыс қандай болуымыз керек екен? Адал болу керек, кең пейілді болу керек, Жақсы, керемет. Сонымен қатар үміт қандай болуымыз керек? Сонымен қатар мейірімді болуымыз керек,
біздің жаңағы еккен егініміз мол өнімін береді екен, иә балалар, иә?